Я Ысқақов Айзада. Келесі 2 сағат өтті ма? Жолшыбай сұрақтарды қойып отырайық. Не себепті сендер өздеріңнің оңтүстіктен келген қазақи тырнақшаның ішінде дін исламдарыңмен қазақша сөйлегенде тура майын тамызып сөйлейтін Екібастұздағы жалғыз қазақ гимназиясын жаптыңдар? Не үшін? Қазақтар оқитын онда ұнамады ма сендерге? Қазақтың мұғалімдарын тымтырақай қылған, жұмыссыз бас ауған жерге кеткендері сендердің жүректеріңе майдай жақты ма? Ұлтты құртуға тілі арқылы кім сендерге бұйрық беріп отыр? Әлде сендердің ішкі ұстанымдарың ба? Құбыжықтық. Айтыңдаршы, қай елде бар сондай? Қай мемлекетте бар мемлекет құрушы ұлтты тілі арқылы жоятын? Бұл соның қатарынан екен 100%. Қай мемлекетте бар? Жауап бер, Айзада. Жауап бер, Ысқақов. Жауап беріңдер. Жай отырмаңдар, айналайындар. Жауап күтеміз сіздерден. Жалғыз осы емес, естеріне салатын. Жауаптарың дайындаңдар. Не кетіңдер орындарынан? Кетіңдер. Ұлттың киесі, тілдің киесі, ұлттың қарғысы сендерді атсын. Сырттай болса да, іште болса да тілеп отыратын осы жалғыз мен тілемеймін. Ата-бабалардың қарғысы атады сендерді. Тіл үшін шейіт болған аруақтардың киесі атады.